Төле би атындағы нөмірі 19-шы жалпы орта мектебі әкімшілігінің ұйымдастыруымен әрі 8-ші, 9-шы, 10-шы сынып оқушыларының қатысуымен дайындалды. Елге әйгілі «Көк тудың желбірегені» әнінің шығу тарихын және оның авторы ақын Алмас Ахметбекұлының өміріндегі шынайы оқиға негіздерін қамту арқылы көркемделген қысқа метражды фильм. Кел балам, ауыр. Әке, біздің еліміз күннен-күнге көркеюде. Жеріміздің жақта тұрсақ та, ұлтымыздың ұлылығын әлде сақтап келеміз. Мен елімді мақтан етемін. Иә балам, ойың өте орынды. Қазақтың басынан не өтпеді? Біздің қазақ данагөй халық қой шіркін. Біз сенуші едік сол бір кездері. Тәуелсіздік таңына рухты қалпымыз жақын қалған. Ол кездегі әсерімізді сөзбен жеткізу мүмкін емес балам. Еліме деген сағыныш шексіз еді. Отаныма оралу арман екенін білесіз ғой, әке? Отанға оралу әрбір шекараның сыртындағы қазақтың барлық арманы деп білемін балам. Асықпа, ол күнге жетерміз. Жоқ әке, олай болмайды. Мен құжаттарымды түгелдеп, сапарға аттанғалы жатырмын. Отаным үшін отқа түсуге де дайынмын. Ал онда әке, батаңызды беріңіз. Жарайды балам, батамды берсем берейін. Ал жорытқанда жолың болсын, жолдасың қыдыры болсын. Елге аман есен барып, аман есен орал, әрбір жолың сәтті болсын. Ел ертеңі, ұлт болашағы сендердей ұрпақтың қолында. Ал аман бол балам, ал мен. Ал балам, барып қайт жақсы. Бара балам. Ренжіме бауыр. Қапанда көп кейін жоқ еді. Оданша мен саған көңілді қатып кәмде берейін. Рахмет ағатай. Сәлеметсіз. Қазақстан Республикасына қош келдіңіз. Құжаттарыңызды бола ма? Армысың бауыр, қош көрдік. Қазақсың ба бауырым? Әрине. Қош келдіңіз. О, сая, сен мұнан не істеп жүрсің? 我们公司派我来上课3出差，我就不过来了。 Күшті ғой, шынында да. Мен сені Қазақстанның кездестіремін деп ойламадым. 还别说，那你呢？是不是对祖国的思念和热爱之情带你过来了？ Иә, дұрыс ойлапсың. Патриоттық сезімім оттай лаулап тұратын өзіңді білесің ғой. 好嘞，那我先走了，我时间有限，还有很多事情要做。 Болды, мықтысың сен. Күнің сәтті өсін, жақсы. Мәссаған, мен ағыс бақыт іздеп, демалып, жанымның тыныштығы. Такси. Қалаға такси. Қамырсыз ала. Ой бауырым, қазақсың ба? Әрине қазақпын. Иә, қандай көмегім қажет? Маған емес, көмексізге керек сияқты ма? Елді бір ағылсам бәле бердім. Басқасын қайдам? Қаланы аралатуға шама жетеді. Жүріңіз, отырыңыз.
болмас. Солай де. Қытай деген рақат шығар, қалай өмір о? Жақсы ма? Ой жоқ, басыма ешқандай жоқ. Бір қалыпта тіршілік қой онда. Мейлі. Енді мен сізді қайда апарып едім? Болды, сол жерден бастайық. Жақсы. Кеттік. Көріп болсаңыз жүрейік. Бұдан да тамаша жерлер бар. Көреміз, жүріңіз, отырыңыз. Ал не келдік. Ары қарай өзің жүре бересің. Рахмет аға, жолыңыз болсын. Ай, рахмет. Сіздің де жолыңыз болсын. Көктөбүң желбіреген, қазақтың асқақ беделі, махаббат, қайрат екеулеп, шымырлатқан денені. Прошу прощения, из какой страны вы приехали? Чем могу помочь? Сәлеметсіз бе? Егін қазақ. Қытайдан келген қазақпын. О, қандай күшті. Өз отаныңызға келіп тұрсыз бе сонда? Иә. Жүріңіз, жоғарыға шығайық. Белгілі бері қазақ елі таң қалдырып жалпылады. Қуанышында сөз жоқ. Міне, бұл біздің Қазақстан Республикамыздың рәміздері. Қандай әдемі. Біздің рәміздеріміз туралы білетін шығарсыз. Әйне, білген сайын қуат алып шығарып жатырмын. Міне, біздің елтаңбамыздың авторлары танымал Жандарбек Бәлімбет пен Шотаман оқыған. Қазақстанның мемлекеттік елтаңбасы көгілдір түс аясында шаңырақ пен одан жан-жаққа жылқының қанатымен жиектелген күн сәулесі түріндегі оқтар салынған. Елтаңбаның төменгі бөлігінде Қазақстан жазуы жазылған. Шаңырақ ол елтаңбаның жүрегі. Шаңырақ өз нұсқасымен ошақ, әлемнің тұтастығын бейнелейді. Ұшқыр тұлпар өз бойына уақыт пен кеңістікті біріктіреді. Ол мәңгілік өмір үлгісі және де біздің елтаңбамыздың шексіз дамуы. Рухани байлық және Қазақстанды бір шаңырақ астында тұрып жатқан ұлттар мен ұлыстардың әртүрлілігін бейнелейді. Бес бұрышты жұлдыз елтаңбаның тәжі секілді. Әр адамның жол көрсетіп отыратын өзіндік жұлдызы бар. Міне, бұл біздің мемлекеттік туымыз. Қараңызшы, қандай әдемі. Бұның автор белгілі суретші Шәкен Ниязбеков. Көктау демекші. Өлең жазып жатқан едім. Соны аяқтап жіберейін. Жарайды. Аяқтаған соң біздің мекемеге қонақ болыңыз. Көктөбүң желбіреген, ерліктің асқақ өлеңі, әр жаққа тартпай қазағым, бір сөзге жинал. Көктөбүң желбіреген, бақыттың елжірегені, қиырда қалған қазақтың, азат отанға жете алмай, көзіңнің өлдіреген. Көктөбүң желбірегені, жаныма қуат береді. Таласқа түссе жан мен ту, жан емес, маған керегі. Көктөбүң желбірегені.
барынге